де кірмей ма? Солар да кіреді, солар бақылайды ғой. Мәселе барлық бұл жерде шешетін депутаттар. Микрофон қосыңыздар. Үшінші рет осымен аяқтаймыз. Бұл жерде комиссияның құрамында депутаттарда қоғам өкілдері деп бәрі кіреді. Бірақ та бәріміз білеміз ғой. Мәселені шешіп қол қоятын әкім. Ал шағым келтірген кезде ол әкім қарамайды, оны облыс әкімі қарайды бұл шағымды. Бірақ облыс әкімі тікелей бұл шағым түспеуіне мүдделі. Сонда біз осы заңмен сыбайлас жемқорлыққа бір мүмкіндік беріп отырмыз. Сіз қандай ұсыныс беріп отырсыз енді? Алып тастау керек бұл норманы. Сонда ешкім бақыламайтын бола ма? Жоқ, бақылау органдарына комиссия шағымдарды қарауды бақылау органдары беру керек. Осыған дейін бақылау органдары соны бақылап келді ғой. Біз ескі заң солай болды ғой біз. Жоқ, бақылау органдарын күшейту керек. Бірақ та ұйымдастырушы қарамау керек бұл мәселе. Кім ол бақылау органдары сіздің ойыңызша? Сатып алу саласына өкілетті. Сатып алу саласында бізде ана комитет болды. Бұл бизнес болып кетті. Сіз өңірде жұмыс істесеңіз, мына депутаттар білет өңірден келген. Бұл бизнес болып кетті. Сондықтан қазір мынау менің ойымша, бұл мен депутат ретінде мен өзім айтып отырмын, бұл өте дұрыс, нақты норма деп мен ойлаймын. Сіз өз пікіріңіз бар, екінші оқылымға дейін оны талқылауға болады. Солай ма? Жақсы. Болдыңыз ғой енді. 4-ші рет сөз бермеймін.